Жамбыл Жабаев өзінің ғасырға жуық ғұмырында таумен даланы жырлады. Поэзия әлеміндегі туған халқының мақтанышы әлемдік деңгейдегі жыр алыбына айналды. Оның ақыл-ойға, парасатқа, терең тарихқа, мөлдір сырға, нәзік сезімге, бай образға толы поэзиясы өлеңге құштар. Жамбыл бабамыз есімі қазақ әдебиетінде алтын әріптермен қалған ғажайып құбылыс. Алып та биік, айдынды да айбынды жыр жамбозы. Жамбылдың құдіреті оның осындай асқан шеберлігімен ғана емес, халық поэзиясының бұтақ жайған, алы бәйтерегі болумен де, халық ақындарының жаңа көшін бастаған даралығымен де әлемді таңғалдырған. Әдетте Жамбыл атаны қазақтың Гомері деп атайды. Жамбыл Жабаев 1846 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Шу өңірінде Хан мен Жамбыл тауларының бауырында боранды күні дүниеге келіпті. Қақаған қар аралас соғып боран, ел үрей көк найзалы жау турыған. Байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым соннан. Ел үркіп жүрген кезде күні-түні, сараяз көш шөнекей боран күні. Қар қауып мұзға түскен Жамбыл екем, жұтынып суық ауа шыққан күні. Районда бәрбақтар қолдап, Жамбыл тауының етегінде ақ қар қауып көк мұзға түскен немеремнің аты Жамбыл болсын. Атақты ақын Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай бір өлеңін оқып бергім келіп отыр. Тізілген таулары бар Жетісудың, ішінде орман тоғай біткен удың, дариядай тулап аққан сол таулардан көресің тамашасын аққан судың. Есепсіз тау су беті көз жетпейтін, жырлауға қазынасы тіл жетпейтін. Өрік алма, алмұрт жейде жемістері көп. Бір татсаң аузыңнан дәм кетпейтін. Қарлы тау басы биік мұнар кетпес. Сырласып бұлттарменен болғаны кетпес. Түрлаңдар мекен етіп, өсіп өніп, жүреді бір-бірімен тектес. Арыстан аю қасқыр түлкі ұрсып, сеусін жолбарыстар күнде жортып, тулаған аққан бұлақ тасқындай асаулар ойнақ салар балық шалып. Етегі сол таулардың мидай тегіс, тегіс жер гүлін жарған миялы егіс. Еліне мекен етіп еңбек қылған, жер зер аямастан түрлі жеміс. Алатау Жетісумен құшақтасқан, еліне қазыналы қойнын ашқан. Бауырында Қазақстан астанам бар, бір бауыр орыс қазақ араласқан. Жайлау бар бұл тауларда шөбі шалғын, көк майса ойы қыры, бәрі балғын. Қызығын сол жайлаудың көрсем десең, шөбіне бауырым төсеп жатып алғын. Ар жағы еңіреген ел Қытай жері, бер жағы ен жайлаған қазақ елі. Басында бақыт жырлап Жамбыл отыр, желбіреп қызыл жалау шығыс делі. Жабаев атамыздың 175 жылдығына бата оқып берейін. Атам қазақ айтқадан әкеңнен бота қалмасын, бата қалсын деген. Ал енді бастап оқиын. Бата. Аумен деп қолыңды жай, қабат тусын күнменен ай. Алғаның болсын сайма-сай, қапалық болмай кезінде ылғи болсын мамыр жай. Қос-қостан тауып бол мен қыз, мінгені болсын жорғатай. Ертең ерте біреуі, қойға кетсін қудалап, түйеге кетсін бөріуі. Екі көзін уқалап, егін ексін біреуі, су сағасын томалап, оттың басын шаңдатып, біреу жатсын домалап. Шылқы бақсын біреуі, асауларды күделеп, сөз сөйлеймен біреуі, көп ішінде сүбелеп. Жасы лепес жарты ырыс,
ескіден қалған мақалды сөз беріп қайтейін, бата аяғы тақталды. Ал бата дарып бақ қонсын. Осындай бата әрқашанда жақсы жерде, отау басында, дастархан басында беруге міндетті. Мынау тұрған абайдың сүгіретіме, өлең сөзін ұқсаған құдіретіне, ақыл, қайрат, білімді тең ұстаған, қарттар келер абайдың кім бетіне, ақын атын таратқан әрбір нұсқа, соңғыларға қалдырған үлгі нұсқа. Арғын, Найман сөзіне таңырқаған, қандай арман бар дейсің бұл туыста. Терең ойдың түрінде теңізі бар, жетіле қарасаң көңілді ұзар. Сол тереңге сүйенгеніп жан үнілмей, есіл сабаз ызаланған өткен шығар. Ұлы ақын бабамыз Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толу орайына осы өлең жолдарын оқып беремін. Ұсынам. Дегенде ұлы совет жыр ұсындым, жыр емес жарқыратқан нұр ұсындым. Халқымның қан таратқан жүрегіндей, ардақты Сталиндей ұл ұсындым. Ұлымның үзеңгілес жан жолдасы, бағалы гауһарындай ел ағасы. Ұсынам Молотовтай мейірімді, ісіне елдің ауған ықыласы. Жас ұлым шыңнан ұшқан түлегімдей, талантты таза ұлым жүрегімдей. Ұлттардың советіне нұр боламды, ұсынам сүйгенімнің біреуіндей. Жамбылдың ғұмырнамасы өнегелі өмір сериясынан шыққан емес. 20 ғасырдың Гомері аталған қазақ халық поэзиясының атасы 100 жасқан. Оның 85 жылын ақындық өнермен өткізіп, бүгінде өлең жырлары 50-ден астам шетел тіліне аударылған алып ақындардың бірі.